Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бризоль жасайтын боламыз. Бізге керегі тартылған ет, фарш, яғни тұз, паприка, қара бұрыш және де сүт. Ең алдымен осылай ретімен фаршқа тұзды, паприканы және де қара бұрышты, сүтті құйып араластырамыз. Жақсылап қамыр елегенде қылып араластырамыз. Фаршты жақсылап елеп қамыр сияқты 10 минут шамасында елейміз. Содан соң фаршты теңдей қылып бөліп шығамыз. Менде фарш 900 грамм, әр кусок, әр бөлшегі 100 грамм шығады. Содан соң фарштың бетін, екінші қабатын пищевой пленкамен жауып қоямыз. Содан соң біз енді фарштың астына жұмыртқаны дайындаймыз. Бізге керегі әр фаршқа примерно бір жұмыртқадан және де сүт, тұз салып араластырып қоямыз. Біз әрі бризольді жасаған сайын осылай пищевой пленкаға жасайтын боламыз. Пищевой пленканы жайып, оған бір бөлік фаршты алып салып, содан соң қайтадан бетін жауып, солай қамырды жайғандай қылып оқтаумен жаямыз. Содан соң дайын массамызды әр тарелкаға 2 ошау салып, оның үстіне дайын фаршты қойып, әр бризольді солай пісіріп алатын боламыз. Достар, дәл осылай осы рецептпен жасап көріңіздер. Бризоль өте керемет болып шығады.
Ары қарай менде дайын суреті ғана бар. Пісіріп болған соң алғандағы видеом ұшып қалыпты. Ас болсын достар, жасап көріңіздер. Лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.